Біздің қазақтың қосқан аты алдында келсе, күреске түсірген балуаны жықса, салған құсы алса, қосқан иті өзгеден озып барып ұстаса, ай, есі шығып бір қуанады. Білмейм, содан артық қуанышы бар ма екен? Жоқ та шығар. Осы қуаныш бәрі де қазақ қарындастың ортасында. Бір хайуанның өнерінің артылғанына, я бір бөтен адамның жыққанына мақтанарлық не орны бар? Ол озған, алған жыққан өз емес, яки баласы емес. Оның бәрі қазақтан басқа жауы жоқ. Биттей нәрсені бір үлкен іс қылған кісідей қуанған болып, ана өзгелерді ызаландырсам екен демек. Біреуді ызаландырмақ шариғатқа харам, шаруаға залал, ақылға теріс. Әшейін біреуді ыза қылмақтың несін дәулет біліп қуанады екен? Болмаса ана ыза болушы соншалық неге жер болып қалады екен? Жүйрік ат кейде ол елде, кейде бұл елде болатығын нәрсе. Қыран құста, жүйрік итте кейде соның қолына, кейде мұның қолына түсетіғын нәрсе. Күшті жігітте үнемі бір елден шығама, кейде ан елден, кейде мұн елден шығады ғой. Мұның бәрін адам өз өнерімен жасаған жоқ. Бір озған, бір жыққан үнемі осып, үнемі шығып жүрмейді ғой. Соның бәрін біле тұрып, жерге кіргендей, я бір арамдағы шыққандай, жамандығы білінгендей болып, несіне ұялып қорланады екен? Енді осылардан ойлап білсеңіз болады. Надан ел қуанбас нәрсеге қуанады. Хәм қуанғанда не айтып, не қойғанын, не қылғанын өзі білмейді. Есі шығып, бір түрлі мастыққа кез болып кетеді. Хәм ұялғандары ұялмас нәрседен ұялады. Ұяларлық нәрседен ұялмайды. Мұның бәрі надандық, ақымақтықтың әсері. Бұларын айтсан кейбіреуі, рас деп ұйған болады. Оған нанба, ертең ол да әлгілердің бірі болып кетеді. Көңілі, көзі жетіп тұрса да, хайуан секілді әуелгі әдетінен бойын тоқтаталмайды. Бір тиянақсыздыққа түсіп кетеді. Ешкім тоқтатып ұқтырып болмайды. Не жаманшылық болса да, бір әдет етсе, қазақ сол әдетінен еріксіз қорыққанда, я өлгенде тоқтайды. Болмаса, ақылына жеңгізіп, мұным теріс екен деп, өздігінен тоқтаған адамды көрмессің.